Саламатсыздар ма балалар? Мен Қызылорда қаласындағы нөмірі 12-ші Ілияс Қабылов атындағы IT мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрманова Өрік Ердәулетқызымын. Бүгін бізде 9-шы сыныптың қазақ тілі сабағы, тақырыбымыз мәңгілік ел ұлттық идеясы. Балалар, мәңгілік ел ұлттық идеясы тақырыбына негізделген бүгінгі оқу мақсатымыз мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру. Мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу болып табылады. Енді балалар, мәңгілік ел тақырыбы деген кезде адам өмірінің мәні бұл өмір сынақтары арқылы рухани жету болса, адамдар қауымдастығының мақсаты мемлекеттің ұлттық идеясы, мәңгілік ел негізі, рухы биік тұлға, бірлігі жарасқан халық, қуатты мемлекет қалыптастыру. Елбасымыз, менің білуімше біз ұлы дала еліміз деп саналуымыз керек. Кейбіреулер аспан асты еліміз дейді. Біз ұлы дала ұрпағымыз. Осы даланы біздің ата-бабамыз қан төгіп, жан беріп, тер төгіп сақтап қалған деген еді. Ендеше мәңгілік ел атты бейнебаянды барлығымыз бірге тамашалайық. Бастауы Том тереңде жатыр. Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз түркі жұртының мұраты мәңгілік елде өсиет қалдырған. Қазақтың мәңгілік ғұмыры, ұрпақтың мәңгілік болашағын баянды етуге арналып, жалпы ұлттық идеяны өршіп ететін елдің бірлігі, Қазақстанның шыққан шыңымен бағындырған биіктерінің ең басты себебі бірлік, берекесі. Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз, ел бірлігі болуы керек. Осынау жалпы ұлттық құндылықты біз әрбір жастың бойына сіңіре білуге тиіспіз. Жалпы балалар, өзіміз мәңгілік ел идеясының құндылығы туралы не білетін едік? Мәңгілік ел идеясының маңыздылығы неде деп ойлайсыңдар? Мәңгілік ел болып қалыптасып қалу үшін өздерін қандай үлес қосамыз деп ойлайсыңдар алдағы уақытта? Ойымызды бір шама жүйелеп алсақ, келесі жұмысқа көшейік.
балалар енді осы мәтінде өздерің естігендей бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұлтты ұйыстырып, баянды етуге, төп қазығы, өзімізді үнемі қамшылап, көздің қарашығындай сақтай білу тіркестерінің мағынасын біліп, ол сөздерді басқа сөздермен тіркестіріп, тізбек жасаймыз. Мысалы, бақуатты, бай, дәулетті, бақуатты адам, бақуатты отбасы, сол сияқты. Сөздердің орфографиялық нормаға сай жазылуына мән береміз. Үйге тапсырма. Төменде берілген проблемалық сұрақтардың біріне 2 абзацтан тұратын ой толғау жазу, ел мен тіл егіз ұғым деген пікірмен келісесің бе? Немесе мәңгілік ел болу біздің өз қолымызда ұғымы қаншалықты дұрыс деп санайсың? Осы 2 сұрақтың бірін таңдай отырып ой толғау жазу үйге тапсырма ретінде ұсынылады. Қош сау болыңдар.